Сәлем досым, сенмен бүгін мен Гера. Бүгін біз бірге жоспар құру жайлы сөйлесеміз. Егер қалай бастау керек екенін білмей жүрсең, немесе талай рет жоспар құрып, бәрібір орындалмай қалса, уайымдама. Бұл видео дәл сен үшін. Соңына дейін қара, өйткені саған пайдалы болатынына сенімдімін. Енді мен сендерге өзімнің бір апталық жоспарын көрсетіп талдап берейін. Бұл жақты қарайтын болсаңдар, мұнда бірнеше бағанға бөлінген кесте бар, иә. Әр бағаның төбесіне өзіндік сәйкесінше күндері жазылады. Мысалы, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі деген секілді, немесе күн, ай, жылымен. Ал оның қасына пәндер жазылады. Бұл жерде сен өзіңнің ыңғайыңа қарайсың, яғни сен 2 пән оқысаң 2 пән, 3 пән оқысаң 3 пән деген секілді. Оны өзің ыңғайлап шешіп алсаң болады. Енді біз қарастыратын болсақ, әр күннің ішіне міндетті түрде тапсырмаларды жазып қоясың. Мысалы, сен бүгінгі күні биологияны талдайтын болсаң, география оқисың делге сол пәннің жанын нақты не істейтінін жазып қою керек. Мысалы, 7-ші сынып биологиясынан 3 параграфты оқу, немесе географиядан тест шешу деген секілді. Содан соң бар видео сабақтарды бөліп, қасына қосымша тапсырмаларды қоюыңа болады. Ең бастысы сен дедлайндармен жұмыс істей алуың ғана керек. Бұл бір күнге тым көп тапсырма жазудың қажеті жоқ. 3 негізгі істің істі жазсаң жеткілікті болады. Қалған қосымша ретінде былай қарастыруға болады. Сол кезде сенің жоспарың орындалатын, нақты, ал шаршау аз болатын болады. Әр күнге бөліп көрсетілген тапсырмалар өзінше ерекшелігімен ерекшеленеді. Неге? Өйткені бұл жақта біз әр күнге өзінің дедлайндарына сәйкес және де параграфтарды қысқа, ұзын деп бөліп аламыз. Сол кезде сен шатаспайсың. Бұл жоспардың ең үлкен ерекшеліктермен таныстырып өтейін, ол сенің өзіңе ыңғайлы болып жасалатында. Яғни мұнда сен ешқандай да қатал ереже болмайды. Кімде-кім күніне 2 пәнге үлгерсе, сол 2 пән жазады. 3 пән болса да, 4 пән болса да өзі біледі. Барлығы сенің уақытыңа, күш-қуатыңа байланысты болады. Сондықтан бұл жоспар менің ойымша басқалардан ерекше. Ол саған қысым жасамайды, керісінше жеңілдік береді. Сенің қолыңнан барлығы келеді, бастысы бастау, ал мен әрқашан сенің жаныңдамын. Сондықтан да мына жоспарларды көріп, сен өзіңе мотивация алуыңа тілектеспін. Бұл жоспардың барлығын құру үшін ең бастысы саған бұның барлығын түсіну керек. Ең бірінші сен дедлайнмен жұмыс жасап үйренесің, күнделікті тапсырмаларды өзіңе ыңғайлы уақытқа бөліп қарастырасың деген секілді уақытпен де жұмыс істеп үйрену өте қажет болады. Сенімен бірге болған мен Гера. Соңына дейін қарағаныңа рахмет. Пока-пока.